сүйектің макроскопиялық және микроскопиялық құрылысымен танысып көрейік. Алдымызда сүтқоректі жануарлардың және құстардың табиғи сүйектері, күйдірілген сүйектері және қышқылға салынған, күкірт қышқылына 1-2 күн бұрын салынған кальцийсіздендірілген сүйек берілген. Табиғи сүйектің құрамында органикалық және бейорганикалық заттар болады. Және табиғи сүйек мықты, қатты. Сүйектің екі басынан эпифиз бөлігін, ортаңғы диафиз бөлігін байқаймыз. Түтікті сүйектердің іші қуыс болады. Мына менің қолымдағы бұл құстың сүйегі, құстардың ішіндегі қаздың сүйегі. Табиғи сүйектің бастапқы бөлігінен шеміршек пластинасын байқай аламыз және сүйек кемігін байқаймыз. Ал күйдірілген сүйекті алайық. Күйдірілген сүйектің құрамында органикалық заттары жанып кеткендіктен минералды заттар сүйекке қаттылық қасиет береді. Және күйдірілген сүйек қатты, мұрт, сынғыш, иілгіштік қасиеттер жоқ. Себебі оның органикалық заты жоқ. Ал қышқылға салынған сүйекті алатын болсақ, қышқылдың әсерінен сүйектің құрамындағы минералды заттар кальций қышқылдың әсерінен еріп кеткендіктен ол сүйек өте иілімді. Яғни қышқылға салынған сүйекті біз оны иілдірте де, майыстырда да және де түйін түйеде аламыз. Сондықтан оның құрамындағы кальцийден айырылған кезде сүйек осындай құрылысты болып қалады. Сүйектің микроскопиялық құрылысына тоқталайық. Алдымыздағы остеонның макеті. Яғни сүйек пластиналары бір-біріне киілген цилиндр пішіндес. Онда остеоцит жасушаларымыз орналасқан. Остеоцит жасушалары талшықтар арқылы бір-бірімен байланысады. Және айтып кеткеніндей, остеоцит жасушаларының саны 46 миллиардқа жетеді. Остеоциттер 25 жыл өмір сүреді. Ортасынан Гаверс каналы арқылы өтетін қан тамырлар лимфа жүйесі бар. Осы қан тамырлар лимфа жүйесі арқылы сүйекті оттегіменен және қоректік заттармен қоректендіреді. Сонымен біздің табиғи сүйектеріміздің құрамында органикалық та бейорганикалық та заттар бар. Ал күйдірілген сүйектің құрамында тек қана минералды заттар, бейорганикалық заттары бар. Ал кальцийсіздендірілген сүйегіміздің құрамында тек қана минералды заттар еріп кеткендіктен органикалық ғана заттары қалған. Осы түсінгенімізді кестеге сызып көрейік.